Так, сәлеметсіздер ме балалар? Алдыңғы тақырыпты тағы да бір өту үшін видео сабақты жасайын деп шешіп тұрмын. Міне біз негізінде мына нөлдік болжам мен альтернативті болжам негізгі бұл сабақтың мақсаты қандай да бір статистикалық тұжырымды тексеру. Яғни нөлдік болжам, одан кейін альтернативті болжам. Соны қалай жазу керек екен? Негізгі мақсатымыз сол ғана. Одан кейін оны тексеру. Енді бірінші есепте мысалға білеміз бізде деген адамның 8 қатарынан ұл баласы болған, одан кейін ол өз-өзін, яғни менде ұл бала көп болады деген тұжырым жасап тұр. Соны тексерейік. Яғни алғашқы нөлдік болжамымыз H0 деп белгіленеді. Ол P тең 0,5 біз білеміз, ұлдар мен қыздар бірдей. Туының дүниеге келуінің ықтималдығы бірдей. Бірақ Дэн айтып отыр, менде баяғы ұлдарды көп, яғни бойс ұл болудың ықтималдығы 0,5-тен көп екен. Significance level деген ол мына альтернативті болжамның максимум 1% қателікпен айтып отырмын деген сөз. Бұл дегеніміз мысал алдында мысал келтірдім ғой, біреу мысал уверен 100% уверенмін десе, онда максимум одан 0% қателік деген сөз. А мына Дэннің несінде альтернативті болжамда ол айтып отыр, менде ұл бала болудың ықтималдығы 0,5, және ол максимум менде 1% қате бола алады деп тұр. Максимум, мына максимум бола алады. Есепте сөйтіп ойлаңдар енді. Енді шынымен де біз есептейміз. Жаңағы 8 ұл бала болудың ықтималдығы 1 бөлінген 256, ол деген процентпен аударғанда 0,39. 8 қатарынан ұл болудың ықтималдығы 0,39%. Бірақ Дэн айтып отыр, менде максимум 1% деп. Яғни 0,39-на 1%-ке жетпейді ғой. Яғни Дэннің айтып отырғаны дұрыс. Сондықтан альтернативті болжамымызды біз қабылдаймыз, ал бастапқы болжамды біз қабылдамаймыз. Түсінікті ғой да балалар? Екінші есепке барайық. Енді мына significance level деген біздің сөзбен айтқанда алдында айттым, мысал ретінде, к примеру, біз енді мысал келтірдім ғой, ел әділдің B-дан жоғары B немесе A немесе A* алудың ықтималдығы қанша деп өзіне сұраған кезде ол мен 100% уверенмін деді. Значит, ода significance level, яғни қателігі 0% ода, ол үшін. Енді мысалға әртүрлі мысал келтіре беріп, к примеру, қандай да бір средний статистический бір оқушы дейік, біздегі A мен B-дің ортасында оқып жүрген. Ол мысалға айтады, мен A алуға жақынмын, оның ойы бойынша мен 90% уверенмін дейді. Яғни ол айтып отыр, ода максимум 10% қателік. Осыны significance level деп айтады ағылшынша, немесе біз оны қазақша мәнділік деңгейі деп айтамыз. Міне осыны кеше бір оқушылар сұрады, мынау дегенде, мынау дегенде. Енді әр елдің менталитеті басқа, кейбір елдер өзінің қателігін максимуммен осындай қателікпен айтып отырмын деп айтады, бірақ біздің қазақтың менталитетін біз көбіне біз 100% көберім, 90% көберім, біз керісінше мына жағын айтамыз. Бірақ енді статистика ағылшындарда дамығаннан сол жақтың әдісімен кетіп жатырмыз. Келесі есепті қарап өтейік, мысал үшін. Леонардо мынандай 20 рет ойын сүйегін лақтырған, бұл жерде көрсетіліп тұр. И ол байқайды, бір деген оказывается көп түсіп тұр екен. Байқадыңдар ма? 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет түсті. Яғни ол айтып отыр, яғни ойын сүйегі қате есептейді деп отыр. Және оның сенімділігі 95% сенімділікпен айтып отыр. Өйткені ол айтып отыр, 5% significance level, яғни менің ойым, менің болжамым қате болуы мүмкін, максимум 5%-ке ғана мен соған беремін деп отыр. Осын тексерді, яғни біз бастапқы нөлдік болжам, біз білеміз, кез келген ойын сүйегінде 1, 2, 3, 4, 5, 6 қай санның түсуінің ықтималдығы барлығы бірде 6-тан 1-ге тең. И альтернативті болжамда, Леонораның болжамында ол 1 деген санның түсуі 6-дан 1-ден жоғары, яғни 6-тан 1 тең емес. Және ол оған максимум, естерінде болсын. Оның сенімділігі, максимум сенімділігі 5% деген сөз. Енді шынымен де есептеп көрейік, шынымен де солай ма екен, солай емес пе екен. Ол шын алдымен қарап көреміз. Мына жерде 6 рет түсті ғой. Яғни біз білеміз, 20 рет лақтырған, каждый түсуінің ықтималы 6-тан 1, бұл дегеніміз биномдық таралымға жатады. Яғни биномдық таралым X ойын сүйегі 6 немесе одан көп түсуінің ықтималдығын есептесек, осыған байланысты.
Біз бұны әрине c мен есептеуге болады, немесе жаңағы кестемен қарай саламыз. Кестеде n тең 20, p тең 6-1, яғни бізде кестеде кіші не тең алдына кіші не теңді көрсетеді. Бізде үлкен не тең болғаннан кейін бұл 1 минус p x кіші не тең 5-ті қараймыз да. Сөйтіп есептесек, бұның ықтималдылығы, қазір мен кестеден қарап жіберейін. Так, n 20, p 6-1, бірақ уақыттарында алып отырмын. n 20, p 6-1, n 20, p 6-1, дұрыс, максимум 89, 82. 1 минус 0,89, 82 екен. Алып тастасақ, шамамен бұл 10% шығады. Шамамен, бұл жерде нақты шығып тұрған жоқ. Енді қараңдар, бізде 6-дан көп түсудің ықтималдылығы 10% болып тұр. Яғни 1 деген сан, 1 деген қайта-қайта түсе беретін сан. 6-дан көп, 6 немесе одан көп түсудің ықтималдығы 10% болып тұр. Ал Леонора бізге айтқан максимум 5%. Сөйтіп кімдікі дұрыс? Әрине Леоноранікі бұл жерде дұрыс емес. Мұна дұрыс емес болады. Яғни Леонораның айтып отырған альтернативті болжамы қате деп есептейміз. Ал нөлдік болжам бастапқы, яғни мынау қате болса, біріншісі дұрыс деп есептейміз. Түсінікті балалар? Енді екінші мына үйде біз мына жаңағы есептің шешімі, шынымен де мына жақта тұр екен, 10,89-82 дұрыс. Енді мына үйде біз алдында барлығымыз класс болып шығарайық деп ойладық, енді өкінішке орай шықпай қалды. Осы есепті бұл жерде биномдық таралым дұрыстап қарайық. Бұл да оп-оңай есеп екен. Яғни Сильва деген президент болғысы келіп отыр. Ол айтып отыр, оған 60% жаңағы халық дауыс береді дейді. Яғни бастапқы H0 ол P тең 0,16. Үлкен не тең немесе тең, бұл жерден разница жоқ. Өйткені she claims to have 60%. Тең шығар енді, скорее. Үлкен не тең дей салайық. Тең дей салайық. She is suspected of overestimating. Яғни біздің болжамымыз, оның алатын, оның алатыны 0,16-дан кіші деп отырмыз. Және осыны significance level, мәнділік деңгей дедік па, significant level, максимум 5% уверенностьпен айтып отырмыз біз. Оның алатыны, яғни 60%-тен кіші екен. Максимум болу керек. Максимум. Біздің ойымызша. Есептейік енді, шынымен де. 5%-тен жоғары ма, жоғары емес пе екен? 5%-тен жоғары ма, жоғары емес, соны есептейік. Енді мына жерде айтып отыр, ол жаңағы бағана ойын сүйек сияқты, мына жерде 12 адамнан сұрады, 12 адамның ішіндегі шынымен де 4-еу. Барлығы міне 12 адам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Осы 12 адам ішінен оған дауыс беретін шынымен де мына 1, 2, 3, 4-еу дауыс береді екен. Осы 4-еуіне қарап, біз айтып отырмыз, ода дауыс беру 0,16, яғни мынадан 60% ол асыра сілте деп айтып отырмыз. Шынымен де биномдық таралым бойынша бізде онда биномдық таралым, мына жерде 12 адам бар. Каждый адамның дауыс беруі бағана бастапқыдай 0,16. 0,16. Енді біз аз деп айтып отырмыз, яғни P ықтимал табамыз X кіші не тең 4 адамнан. Осыны есептесек, таблицадан қараймыз. P 12-де, кестеден қарайық. N12-ні табамыз. Одан кейін P 0,16-ны қарамыз. 4 адамнан кіші немесе тең. Яғни 4 адамнан аз беруінің ықтималдылығы 0,057,3 екен. Енді мынаны процентке айналдырсақ, балалар, бұл шамам 5,7%. Бағын айттық біз максимум мына жерде максимум 5% дедік, қателік. Бірақ бізде есептеген кезде 5,7% болып тұр. Яғни біздің болжамымыз, что Сильва 60%-тен аз алады дегенді, ол асыра сілтеп отыр дегеніміз дәлелденген жоқ, мынау минус болады. Бастапқы нөлдігіміз қабылданады. Міне осындай болады. Түсінікті ма балалар? Сұрақтарым болса, сұрап отырыңдар.